Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz Abu Hurayre'den жеткен hadisinde adam balası dünyeden ötkenden keyin amal жасап сауап алу мүмкіндігі тоқтайды, тек қана мына үшеуінен басқа дейді. Біріншісі садақату жария, яғни артынан келіп тұратын садақа, яғни адамдардың игілігі үшін салынған мешіт, жол, мектеп секілді. Екіншісі адамдар пайдаланатын ілім деді, яғни діни және басқа да пайдалы ілімдер. Ең соңғы үшіншісі артынан дұға жасап тұратын салихалы ұрпақты тәрбиелеп кету деп. Хафиз имам ан-Науави өзінің Әзкар атты кітабында Ибн Омардың қабірдің басында Құран оқығандығын жеткізеді және бұл хадисті хасан хадис дейді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз бір кісі келіп пайғамбарымызға менің әкем қайтыс болды және артынан дүние қалдырды. Ол дүниені пәленге берді, өсиет етіп қалдырмады. Енді сол әкемнің дүниесінен садақа берсем Алла жолында, сол садақаның сауабы әкеме бара ма дегенде пайғамбарымыз иә деп жауап берді дейді. Бұл хадис имам Муслимде келген. Және де Муслимнің және де Бухариде келген хадисте пайғамбарымызға бір кісі келіп, иә Алланың елшісі, менің анам қайтыс болды. Бірақ қайтыс бұрап алдым, мен қажылық жасаймын деп уәде еткен еді. Бірақ ona қажылығын жасай алмай дүниеден өтті. Егер мен анамның орнына қажылық жасасам, оның сауабы анама бара ма дегенде, пайғамбарымыз, егер сенің анаң қарыз болса, оның қарызын өтеп берер ме едің? Ол кісі әрине деп жауап берді. Пайғамбарымыз онда Алла Тағаланың алдындағы анаңның қарызын өтеп беру одан да ұлы нәрсе деді. Жоғарыда хадистерді саралай келе ғұламаларымыз қайтыс болған кісінің артынан Құран бағыштаудың сауабы ол кісілерге баратындығын айтады. Және де осы хадис пайғамбарымыздың айтылған хадистеріндегі қажылық, садақа беру, бұлар да өз алдына ғибадат болса да, өлген кісілердің артынан бұл істерді жасау, ол кісілерге сауабы барады деді пайғамбарымыз. Және де Құран оқу, ораза, қажылық, зекет сияқты өз алдына бір ғибадат құлшылық. Сондықтан да бұл Құранды қандай да бір адам махрумның артынан оқыса, оның сауабы барады. Өйткені пайғамбарымыздың Ибн Хиббанда, имам Байхақидің, имам Ахмадтың Муснадында келген хадисінде Ибн Хиббан оған сахих деп дәреже берген. Осы хадисінде пайғамбарымыз иқрау ясина аля маутакум, өлген кісілерге, қайтыс болған дүниеден өткен кісілерге Ясин сүресін оқыңдар деген Құранды тіләуат етіп, және оны мұсылманға, дүниеден өткен мұсылманға бағыштаудың сауабы бар екендігін исламның фақих ғұламалары жеткілікті дәрежеде талқылаған. Сондықтан да бұл Құранның сауабын бағыштаудың шариғатта бар екендігін айтады. Уахир дағуан, алхамдулиллахи.